Роман түрмеге алғаш рет 16 жасында түсті. Төбелесіп, қарақшылықпен айналысқан үшін судья 9 жыл жаза кеседі. Қылмыстық түсінікпен әлі келгенге әңгір таяқ ойнатқан ол, қапаста оқшауланып жүретіндерді жағалайды. Көше тіліндегі общакты осылайша абақтыдағы жамағат алмастырған. Кеңестік 13 жасынан сол көше, ермеу, 16 жастан 22 жасқа дейін отырып шықтым. Бірге отырған жігітім кезінде. Бұл радикальный взгляд ұстанған, ол мен білген. Сол баламен қалай бастап общаться еттім, мен уже сонына қарай бет тұрып бастадым. Басты проблема неден туындайды? Біреуді кәпір деп есептеуде. Иман сөзінің анықтамасынан туындайды. Иман дегеніміз не дегенде? Ла иляха илlallah Мұхаммад Расулу. Ғалымдарымыз осылай деп айтады. Бірақ енді біреулер келеді, жоқ, ол жеткіліксіз дейді. Иман дұрыс болу үшін ол амал қосылу керек дейді. Намаз ол амал болғаннан кейін сіз намаз оқымайды екенсіз, бітті, сіз мұсылман болып есептелінбейсіз. Кез келген ағымның негізінде саяси бір не жатыр. Саяси бір оқиға жатыр да, астар бар. Түрмедегі топ діни терминдерді өз ыңғайына қарай талдап, тәржімалап, Романның бар қылмысын оңай заңдастырып береді. Мұсылман екеніңді амал арқылы дәлелдеу керексің дегенді санасына құяды. Сол ойдың күшімен әрі радикал таныстарының ықпалымен ол бостандыққа шыға сала айналасына жастарды жинайды. Біз мазғап ұстамаймыз, тек пайғамбар Аллахтың кәләмі, пайғамбардың сүннеті деп тіке аламыз. Біз пятый мазғап деген сияқты пайда болып отыр бұл жерде. Сол пятый мазғапты ұстанып отыр біз. Бұл ешқандай заңмен заңдастырылмаған, ислами неде де заңдастырылмаған күфір, ширк деген мәселе пайда болды. Олардың 5 кітабы бар, оны бірінші усулы саласа, 3 негіз, қавайдылы арба дейді, 4 ереже, кәшфі шубахат, күмәнді кетіру, таухид, манақидil ислам дейді, ол 5-еуін іші бағын адам, енді оның қайтылар ойында. Аллах хидаят қылмаса, оны қайту өте қиын. Енді адам шөл деген кезде сүйіктің бәрі ол су болып көрінеді, білесіз ғой жаңағы. Су деп уксусты да ішіп алу мүмкін жаңағы. Діни білімі жоқ, Романдай қарақшыдан тәлім алғандар аз уақытта көздері қызарған діни фанатқа айналады. Қорқаулардың құқайы күшейіп, тұтас бір ауылдың мазасын алады. Жұртты жаппай кәпір деп айыптағандар ішкі істер басқармасына шабуыл жасауды жоспарлапты. Бұл іс бойынша 9 адам сотталып, Роман сол шибөрлердің жетекшісі ретінде танылды. Ауылда дүрлігіп бастады, шум шықты уже. Анау баланы ұрттап, мынау баланы ұрттап. Фитна басталды, грубо айтқан, діннің сөзімен айтқанда. Мен бір құрдасым әдемі жауап атқанда айтып еді, сен генератор дейді, мысалы, собрал дейді, создал дейді, выключить забыл дейді. Сол теріс жолдың жетекшілері, идеологтары негізгі Құранда Алланың өзіне серік қоспаған адамдардан өзге адамдарды қаласа кешіретіндігі туралы көптеген аяттардың келгеніне қарамастан, ол аяттарды бүркемелеу арқылы Құранның жихадқа қатысты, немесе басқа дін өкілдеріне байланысты түскен сол кезеңмен қатысы болған аяттарды дәлел ретінде келтіру арқылы адамдарды жаңылыстырады. 30-ында орда емес, ортасын бұзып, 40-ында үмітсіз үкім арқалаған Роман түрмеде әлі ұзақ уақыт торығады. Отбасы Ресейге кеткен, ал ата-анасы абақтыға әкелер жолды ұмытқан. Қазір роман жазуға қамданып жүр. Бұл оның жеке трагедиясы болмақ.